Олжас Сүлейменовтің немересін еске алған Дана Нұржігіт елді жылатты. Танымал тележүргізуші, белгілі журналист Дана Нұржігіт қапыда жалғыз немересінен айырылған Олжас Сүлейменов пен оның отбасына, сондай-ақ марқұмның сүйіктісіне көңіл айтып, көпшілікті жылатты. Тележүргізушінің айтуынша, ол абыз ақынның немересімен осыдан бірнеше жыл бұрын қаламгердің мерейтойында танысқан екен. Ол туралы Дана Нұржігіт өзінің желідегі парақшасында жазды. Осыдан 2 жыл бұрын ақын Олжас Омарұлы Сүлейменовтың 80 жылдық мерейтойын жүргізу мәртебесі маған бұйырған еді. Ақынның туған туысы, әлемнің түкпір-түкпірінен келген достары думанды кеште бас қосты. Сахна сыртындағы бізге көмекшілікке жіңішкелеу келген бір жігіт жүгіріп келіп, сөз сөйлейтін қонақтар жайлы ақпаратты толықтырып, түрлі нұсқаулар беріп жүрді. Сондай сыпайы, шашын артқа тастаған, кең маңдайлы, аққұба бала 22 маусым күні Астана көшелерінің бірінде болған жол апатында қаза болған мотоциклист Олжас ақынның жиені дегенді естідім. Кейін опат болған баланың суреті шыққанда ойыма сарт ете қалды. Құдай-ау, мына жігітті мен білем ғой. Олжас ағаның тойында қасында бәйек боп жүгіріп жүрген жігіт Ескендір екен ғой. Жаным-ау, той үстіндегі қарбаласта тіпті жөн сұрасуға уақыт болмады. Сол жердегі көмекшілердің бірі шығар дегенмін ғой. Айналайын-ай, өзін өсірген атасының тойында құрақ ұшып, жаны қалмай көмектесіп жүрген Ескендір екенін сосын түсіндім. Олжас Омарханұлының тұңғыш, жалғыз немересі. Қыркүйекте тойы болады деп қуанышқа дайындалып жүрген әулет бір күнде қан жұтып, ботадай боздап қалды-ау, деп қайғырды тележүргізуші. Жазба соңында танымал журналист Сүлейменовтер отбасымен марқұм болған Ескендірдің сүйіктісіне қайғыра көңіл айтты. Мен топырағы суымаған жас жігіттің жақындарына, Олжас атасы мен Маргарита апасына, ата-анасына, туыстарына, сондай-ақ ақ желек, ақ көйлек киіп, келін атанамын деген әппақ үмітінен бір сәтте айырылған Ескендірдің сүйіктісіне қайғырып көңіл айтамын. Алла сабыр берсін сіздерге. Ескендірдің иманы жолдас болғай, деп жазбасын аяқтады тележүргізуші.